Иманғали Бекзат Кенжебекұлымын. 11 жылдық мектепті аяқтап, Орал қаласындағы Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің тарих факультетіне оқуға түсіп, 2018 жылы тарих мамандығын бітіріп шықтым. Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті демекші, дипломыма көп шаң бастырмай жұмыс жасау бұйырған екен. 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап туған өлкем мұнайлы Дастұр шаһарындағы 62 жылдық тарихы бар Сабыр Шарипов атындағы Дастұр мектеп-интернатында ұстазды еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, тарих пәнінің мұғалімі болып, қызықтары мен қиындықтары, жетістіктерімен бірге қызметіме де кірістім. Жаңа орта болғандықтан бірден бой үйрету қиын болды. Бірақ әріптестерімнің ауызбіршілігінің, ұйымшылдығының арқасында жаңа ортаға тез сіңістім. Бала жүрегі кішкентай күйсандық секілді, кілтін тапсан ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әркез сол кілт тұру керек деп Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, бала бойындағы дарынды ашу кез келген адамның қолынан келе бермейтін іс. Ол тек мұғалімнің ғана қолынан келетін жұмыс деп ойлаймын. Сабақ өткізу барысында әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, жаңаша түрлендіріп, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, және сонымен қатар өзімде сабақ алып, өзімді жетілдіріп келемін. Оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын, білімге деген құштарлықтарына қарап, қуанып, марқайып қаламын. Мұның өзі мен үшін жас маман болғандықтан үлкен белесті бағындырғанмен бірдей екен. Мұғалімнің өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Ал оқуды, ізденуді тоқтатқан кезде оның мұғалімдігі де жойылады. Орыс педагогы Константин Дмитриұлы Ушинский айтқандай, бүгінде ғылым мен білімге қояр талап артып, оқу жүйесі күрделенген шақта жаңа қоғам мұғаліміне жүктелер жүк еселене түсуде. Мұғалімдік дипломды алғаннан кейін тоқтап қалмай әрі қарай жалғаса беруі тиіс. Сондықтан мектебімізде ұлағатты, тәжірибелі ұстаздардан бағдар алып, тәжірибе алмасып, қиындық келтіріп жүрген мәселелерді ортаға салып, пікір алмасып отырамыз. Қазағымыздың аса көрнекті ағартушысы, педагогы Ыбырай Алтынсариннің маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген керемет сөздері менің ұстаздық дары жолында атқарып келе жатқан қызметіме деген ынта-жігерімді шабыттандырады. Өмірдің өзі ұстаз. Ұстаз болу кез келген адамның қолынан келе бермейді. Мың ғасыр өтсе де ұстаздың аты және ұстаз деген ұғым жойылған жоқ. Өйткені қай дәуір болмасын, ұстаздың еңбегі керек ақ. Әр таңның атысы мен әр күннің батысы өзінің емес, сіздің қамыңыз үшін қамығып жүретін әрбір ұстаз атаулы жандардың еңбегі ұлы демей не дейсіз? Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар. Ұстаздар, сіздер биік тұлғасыздар, шәкірттің білімін еселеген, күндей болып күлімдеген жарықсыздар. Мектебіміздің тәжірибелі мұғалімдерінің кеңестерінің және өзімнің ізденістерімнің арқасында белгілі бір жетістіктерге жетудемін. Және осымен тоқтап қалмай, болашақта одан әрі биік шыңдарды бағындыруға тырысамын. Жаңа мектепке жаңашыл ұстаз жас педагогтар байқауына қатысу менің ұстаздық жолымдағы атқарып жүрген қызметіме үлкен жетістік және зор мүмкіндіктердің бірі. Өйткені тәжірибелі ұстаздардан ақыл кеңестер алып, басқа да ұстаздардан тәжірибе алмасып, ұстаздық жолымдағы тәжірибемді еселей түседі.